Осы пандемиядан кейінгі сұраныс артатын мамандықтарды сұрау арқылы зерттеу жүргізіп анықтап экранға беріп қойсаңыздар болады. Бізге арасында мүмкін қатысы бар шығар осы мамандықтардың. Мінекей дағдарыс менеджерінен бастап бірнеше бағыттарын көрдік. Және сіз айтқандай тауарлық дизайнерлер де тұр, IT мамандықтары, программистер, күтім бойынша көмекші дейді. Бір қызығы, елдің бәрі үйде болды едік, екі үйде жатқыздық қой. Бұның соңында біз елеме келген азық түлікті үйге жеткізетін адамдар бар ғой, қызмет. Енді оған ешқандай диплом керегі жоқ. Курьер дейді ғой енді орысшасы. Соларды жақсы ақша тапты мысалы үшін. 3 мыңға тапсырыс бересің ба, соның 10%-ын алып отырады деген сияқты. Әлі талай осы сияқты мамандықтардың үлесі артатын сияқты алдағы уақытта. Артады. Өткені 2 айда 3 миллиардтан 14 миллиард теңгеге айналым көтерілген онлайндағы. 2 айдың ішінде, 1 айдың ішінде. Тек қана бұл наурыз айындағы 3 миллиардтан 14 миллиардқа дейін еді. Бірден өткені барлық үйден тұрып тапсырыс береді. Тапсырысты кім алып келеді? Мына кісілер. Бұдан кейін біз жаман үйренгенбіз. Әлі дейін сол сенбейміз, кассадан барып алған жақсы көреміз билетті. Енді карантин кезде оны да көрдік. Мұнан кейін кассирлердің жұмысы тоқтап қалуы мүмкін ғой. Үйде отырып, сайтта отырып, билетті онлайн алуға болады екен ғой деген сияқты. Мамандықтар өзгереді, жойылады, немесе трансформация болады. Жойылмайды кейбіреулер, трансформация болады, өзгереді шамалы. Енді әлемдік сарапшылар айтатын баяғыда 30% жұмысты біз онлайнға көшіруіміз керек, қашықтан жұмыс істеуге деп Еуропада. Өйткені әсіресе кәсіпкерлерге сондай сабақ, тренингтер өткізетін. Сен онлайн істеуге болады жұмысың 30%-ын. Сен сол үшін отырсың қазір 3 қабатты кеңсе жалдайсың. Әр жұмысшың үйінен жаңа жолына төлеп келеді. Сол жерде асханаға барып тамағын ішеді. Ол сол жұмысты үйінде отырып та жасауға болады. Екіншіден кеңсенің жалақшасы төлемейсің, біреудің қалтасына кетпейді, ол да ақшаң қалтаңда қалады. Қызметкердің жолына ақша кетпейді, тамақты да үйінде отырып жеуіне болады. Жұмыс келіп жатыр. Біраз кәсіпкеріңіз ойланатын сияқты осыдан кейін. Әрине ойланады, бірақ та үй ол отбасында жүрген соң бала шаға деген бар сияқты адамдар келеді, ол да бір барлығына бірдей қатысты емес қой бұл. Кейбір деймін жұмыстың түрлеріне. Енді қазіргі былай қарай айтып отырсаңыздар, бұл жерде дағдарыс менеджер. Келісемін, бірінші орынға қойған. Өйткені себебі қазіргі менеджер деген бір үлкен бір келе жатқан маманның бір түрі. Себебі қазір менеджерлер түрі бар ғой. Ал сол менеджерлер жаңа қабілетке, бәсекеге сай. Себебі қазіргі менеджерлер өздерінің қандай да бір мамандық болса да, соны ары қарай арттыру, соны жетілдіру, сондай бағытта жұмыс істеп жатыр қазір.